Сәлем достар, сіздермен Кинотайм. Бүгін сіздерге шынайы оқиғаға негізделген «Девочка в сарае. Похищение Эбби Эрнандес» фильмін баяндаймыз. Правда, Эбби, как только ты узнаешь меня поближе, ты поймешь, что я не такой. Я могу быть хорошим другом. 2013 жылдың 9 қазан күні таңертең 14 жастағы Эбби есімді қыз сабаққа ұйықтап қалады. Нәс киімде кимей далаға жүгіріп шыққанда мектеп автобусы кетіп қалады. Оның медбике анасы Зения да жұмысқа асығып барады. Эбби жаяу орманда келе жатқанда көршісі Бен тоқтап, жолай ала кетеді. Мектепке келген Эбби құрдасымен алдағы фестиваль турасында әңгімелеседі. Анасы Зения қызына нәс киім беру үшін келеді. Сабақтан соң мектеп автобусына үлгермеген Эбби үйіне жаяу барарда, жолдан бейтаныс кісі тоқтап, апарып салатынын айтады. Эбби келісіп, машинаға отырады. Бейтаныс кісі магазинге кіріп шығатынын айтады да, Эббидің үйінің бұрылысынан өтіп кетеді. Машина тұрағына тоқтаған бойда қызды тапаншамен қорқытып, қолын кісендеп, өзінің кепкасын кигізіп қояды. Эббидің оны жіберуін өтінгеніне қарамастан, ер адам болып жатқан жағдай үшін кешірім сұрап, оны тыңдамаса қиын болатынын ескертіп, электрошокер басады. Сонан кейін қызды үйіне әкеледі, түрін көрсетпеу үшін бәрін жасайды. Эббиді кроватқа байлаған соң, ер кісі су іше алатындай етіп система жасайды, және оны жібермейтінін айтады. Анасы қызына қоңырау шалып іздейді. Ер кісі телефонды жол ортасында лақтырып кеткендіктен анасының қоңырауы бармайды. Ал құрбысы Лиз Эбби екеуінің бірге фестивальға баруы керек болғанын, бірақ ол келмегенін айтады. Анасы полиция бөлімшесіне келіп, офицер Денилстен көмек сұрайды. Ол жоғалған қыздың фотосын алып, барлық бөлімшеге бағдарлайды. Зениға құрбысы тез келеді. Жас өспірімдер кейде сабақтан соң қыдырып кешігіп жатады деп жұбатады. Бірақ Лиз телефон соғып, Эббиге сыныптас достарының бәрі хабарласа алмағандықтарын, және Эбби олай жасамайтынын айтады. Бөлімшеде полицейлер қыздың үйден қашуы мүмкіндігін жорамалдайды, бірақ қызының олай жасауына еш негіз жоқтығын, және туылған күнін тойлауға жинаған ақшаның да орында тұрғанын алға тартады. Жолай машина ұстап міну туралы болжам қозғалғанда анасы Эббидің жаңа аяқ киім қысып тұрғанын есіне алады да, автобусқа кешігіп мінген болуы керек деп қорқады. Жоғалған қыздың фотосы бұқаралық ақпарат құралдары хабардар етеді, тіпті ФБР іске қосылды. Ал полицейлер қыздың телефоны орман ішіндегі жолдарда үзілгенін анықтап, қыздың ұрланғанына сенімді болады. Еріктілер де қызды іздеуге атсалысады. Қыздың фотосы жан-жаққа ілініп, анасы сұхбат береді. Оны ұрлаған кісі теледидардан көріп отырады. Эббидің қызығушылықтарын біліп алады. Бірнеше күннен соң ол бетіне маска киіп Эббидің көзін ашады да, онымен достасып сөйлеспекші болады. Мұны түсінген Эбби ер кісіге жылы сөйлеп, жақсы кісі көрінетінін, бұлай жасауына өміріндегі қандай да бір қиындық әсер етті ме деп сұрайды. Ер кісі оны ешкім түсінбейтінін, және Эббимен тіл табыса алатыны үшін қуанышты екенін жеткізеді. Сонан кейін қатты дауыс шығарса тоғыратын электрошокер ошейник әкеліп Эббидің мойнына тағады, және Эбби туралы мақала жазылған газетті береді. 32-ші күні ер кісі Эббиді үнемі кроватқа байламай, енді шкафта қамап ұстайтынын айтады. Ал Эбби енді екеуі дос болатын болса, оны бір ақылды, жуас кісінің құрметіне Феликс деп атайтынын айтады. Бұл есім ер кісіге ұнайды. Полицейлер қыздың анасына өтірік детекторына отыруын сұрайды. Олар барлық болжамдарды тексеру керектігін ескертеді. Анасы құрбысына қызының қашып кету мүмкін деген болжамнан қорыққанын, ал дәл қазір солай болса екен деп жалынады. Ер кісі болмайтын әңгімелер айтып жұмыстастарының да миын ашытады, және сол үшін басшылықтан сөз естиді. Үйіне қайтар жолда Эббидің фотосын билбордта ілініп тұрғанын көріп, үйіне келе сала Эббиге анасына өзінің қашып кеткенін және оны іздемеуін өтінген хат жаздырады. Эбби ер кісіге байқатпай өзін ұрлап кеткенін білдіретін белгіні хатқа қалдырады. Поштаға барар жолда Феликс хатты тағы қарап шықпақшы болғанда, жасырын жазған белгілерді көріп қалады да, хатты ызаланады. Үйіне келген ол Эббиді электрошокермен басады да, алдын түрмеде отырғанын, енді ол жаққа барғанша мені өлтіре сал деп, Эббиге тапанша беріп, айқай шығарады. Эбби одан кешірім сұрап хатты қайта жазатынын айтады. 65 күннен кейін Эббидің анасы қызының өзінің қашып кеткені туралы жазған хатын оқиды. Ол хатты полицейлерге көрсетеді, бірақ Эббидің хатты бұлай жазбайтынын айтады. Сонда полицейлер қыздың ұрлағанын алға тартып, оны іздеуге шығады. Көргендер барма білу үшін қала тұрғындарынан сұрастырады. Сол уақытта Феликс Эббиді жүк контейнерге орналастырады. Ол жақта матрас пен кітаптар және камера орнатылған. Сеніміне кіру үшін Эбби Феликске алғысын білдіріп құшақтайды.
77 күннен кейін Феликс Эббиға аспаздық кітап әкеледі. Екеуі бірігіп тамақ әзірлеуді үйренейік деп ұсыныс жасайды. Сол сәтте Эбби Феникстің шын есімі Нейт Кибби екенін біліп қояды. Анасы полицейлерге келіп қызының жазған хаты бұқаралық ақпараттың қолына тап болғанын, соның кесірінен оны жоғалған қызды іздеген журналистер мен еріктілер мазасын алады. Анасы мазасыз күйде болған жағдайда Равиға келіп айтады, бірақ ол еш алаңдамауын өтініп, жоғалған қыздың фотосы тек синагогтар арасында ғана емес, христиандар мен мұсылмандардың арасында тараған, және олар қыз үшін дұғада екенін айтады. Жоғалғанына 102 күн өткен соң Нейт Эббиге шахмат алып келеді. Анасы сұхбат кезінде Эббидің шахмат ұнататынын айтқан болатын. Екеуі шахмат ойнап бастайды. Эбби оны әңгіме тартып, сұрақтар қояды. Нейт жоғарғы сыныпта ешкімге ұнамағанын және жұмысында да ешкіммен тіл табыса алмайтынын айтады. Эбби әлі күнге дейін анасына оны жақсы көретінін айта алмағанын мойындайды. Нейт оны жұбатпақшы болып құшақтайды да матрацта жанына ұйықтап кетеді. Маскасыз ұйықтап қалғанын білген соң ол мазасызданады, бірақ Эбби бәрі дұрыс екен айтады. Нейт қызға сенетінін айтып, үйіне кіргізеді. Оны енді байламайтынын, тек мойындағы электрошокты ошейникті қалдыратынын айтады. 151 күннен кейін екеуі бірге ас әзірлейді. Нейт онымен жұбы секілді әзілдеседі. Эбби оған арасында далаға шығуға мүмкіндік болатындай басқа жерге көшіруін сұрайды, бірақ бұл ой Нейтті ашуландырады. Сонан кейін Эбби өзі қашып шығып туыстарына жақындағанда Нейт оны өлтіргенін түсінде көреді. Нейт Эбби дайындаған шөпті сатып бастайды. Бір күні ол машинамен бір әйелге соғады, және ол әйел шу шығарып, бұға оны кінәлап, тіпті ұрды деп айыптайды. Полицейлер Нейтке әйелдің әдейі етіп ұйымдастыратынын айтып, бұл жайтта еш алаңдамауын айтады, бірақ бұрын соңды істі болып, түрмеде отырғанын ескеріп, қаруларын уақытша тапсыру керектігін ескертеді. Полицейлер келер алдын Нейт Эббиді шум изоляциясы бар контейнерге ауыстырады да, өзі барлық қару жабдықтарын шығарып қояды. Полицейлер келіп алып кетеді. Эбби тыныш отырған үшін Нейт алғыс ретінде оны ат шаруашылығына алып келеді. Эбби қуаныштан жылап жібереді. 183 күн өткен соң Нейттің ақылға сыймайтын әңгімелерінен Эбби екеуі сөз таластырады, және осы қылықтар үшін де Нейтті жұмыстан шығарып жібереді. Сонан кейін Нейт үйден өтірік ақша басып шығару керек деп шешеді. Эбби оған көмектеседі, өтірік ақшаларды басып шығарады. Қыздың ұрланғанына 215 күн өткен соң ФБР анасына іздестіру тоқтағанын және ілінген билбордтарға қаржыландыру алынғанын айтып хабарлайды. Сонда анасы соңғы рет бұқаралық ақпаратқа Эббиді іздестіруге көмек берулерін өтініп сұхбат береді. Эббидің жоғалғанына 284 күннен соң Нейт Эббиге шөп қолдануды ұсынады. Эбби көнбеген соң ол ашуланып, жеңіл жүрісті қыздарға тапсырыс беріп, оларға өтірік ақшамен есептеседі. Келесі күні Нейт пен Эбби шахмат ойнап отырған кезде, Эбби мат қояды, бұған Нейт ашуланады. Сол уақытта кешегі қыздар оларға өтірік ақшамен есептегенін біліп, оны полицейлерге айтқанын, және полицейлер оны іздестіріп жатқанын ескертеді. Ол тез арада Эббидің ешқандай іздері қалмау үшін үйді тазалауды бастайды, және Эббиді де тазалауға мәжбүрлейді. Эбби бастапқыда жуып бастайды да, кейін Нейтке білдірмей, раковина жанына өзінің бір тал шашын қалдырады. Шығарда Нейт Эббиге жоғалған күні киген киімін беріп ки дейді де, одан болған жағдай үшін кешірім сұрайды. Түнде Эббиді шалғай жерге апарады. Енді одан құтыла алмайтынын түсінген, Эбби одан денесін адам таба алатын жерге тастауын өтінеді. Нейт көзіне жас алып, қызға машинадан түсуге рұқсат беріп, өзі кетіп қалады. Эбби жаяу жүріп үйіне жетеді, кілтімен есікті ашып анасымен қауышады. Сол уақытта Нейт өз еркімен беріледі. Оның айтуынша Эббиді ұзақ сот отырыстарымен қинағысы келмеген. Кейін Эбби оны ұрлаған Нейтке өзін сенімді адам екеніне сендіріп, оны да адам ретінде қабылдауының арқасында аман қалғанын айтады. Қазіргі таңда Нейт Кибби ұрлау, зорлау және де басқа да айыптаулармен 45 жылға қамауға алынған. Ал Эбби болса өзі армандағандай шаштараз болып, ол бала тәрбиелеп, бақытты күн кешуде. Бұл оқиғадан не түйдіңіз? Пікір қалдырыңыздар. Алда қызық киноларға шолу жасаймыз. Қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, барынша репост жасайық, аман болайық. Сақ болайық.